Олар өз ерліктерімен әлемді дүр сілкіндірді. Олардың ерлігі уақытқа бағынбайды. Көбі өмірден өтсе де, арттарына өшпес із қалдырды. Футболдың ең үлкен сахналарында ала доптың шеберлері қошеметке ие болды. Пеле, Бекенбауэр, Кройф, Марадона. Олар өнерлерін паш еткен кезде тумаған ұрпақ бүгінде оларды құрметтейді. Оңтүстік Американың шалғай жерлеріндегі, бүкіл Еуропаның жоғарғы жолдарындағы, Африканың кез келген қыстағының қара жолдарындағы өткен күннің естеліктері келешек ойыншыларды шабыттандырады. Бұл үміт кубогы, армандар кубогы. Бұл футбол сахнасының ең үлкен жүлдесі. Ұлы футбол көріністері. Чемпиондар Роналду. Кей кезде есімізге алып тұруымыз керек. Сондықтан мынаған қараңыздар. Күші кемелденген кезі. Сондай шапшаң, сондай епті. Харизмасында айтпасқа болмайды. Роналдудың күші көз қуантады. Бұл Барселонадағы соғылған бір ғана голы болатын. 1990 жылдардың ортасындағы тамаша маусымда алған 3 жүлдесінің біріншісі әлем бойынша жылдың үздік ойыншысы марапатын басы бозып, әлемдік 3 чемпионатта драмаға толы театрлық ерекше ойын көрсетті. Футболдың ең үлкен сахнасында Роналду жоғары деңгейде болды. Түптеп келгенде мансаптың шынайы өлшемі ең маңызды кезеңде өз ұлтыңыздың мәртебесін көтеру. Егер оның мансабының екінші жартысында алған жарақаттары соншалықты әлсіретпегенде, ол әр заманға сай келетін ең үздік спортшы болуы мүмкін еді. Таңдаулы, бірегей тұлға. Роналду Бразилияның 3-ші үздік шабуылшысы. Оның 98 ойында 62 рет соққан добы, Пеле соққан 77 голға ғана орын береді. Неймар жақында 2-ші орынға көтерілді. Бірақ әлем чемпионатында Роналду 3 турнирде 15 гол соқса, Пеле 4 ойында 12, ал Неймар 2 ойында 6 гол соқты. Бірақ бұл статистика тарихтың бір ғана бөлігін көрсетеді. Роналду 17 жасында 1994 жылғы әлем чемпионаты қарсаңында Бразилия құрамасына алынады. Дегенмен тек тәжірибе жинақтау үшін ойынға қатыспады. Алайда 1998 жылғы әлем чемпионатында ол Миландық Интердің құрамында әлемдегі ең үздік ойыншы болды. Мен өте жігерлімін және жеткен жетістіктерімнен кейін өзімді жігерлі сезінемін. Бірақ алар белестерім әлі алда. Менің арманым әрине Франциядағы әлем чемпионатында ойнап, Бразилия чемпион атағын жеңіп алу. Алаңға шықты. Роналдудың 1998 жылғы әлем чемпионатындағы драмалық ойын басы үзілістен кейінгі қайтадан футболдың үлкен алаңына сапарының бастамасы еді. жастағы Роналду 1998 жылы Париждегі ойында 1997 жылы алтын доп пен FIFA-ның жыл ойыншысы деген ең жоғарғы 2 марапатына ие болды. Ол Бразилияның финалға өтуіне 4 гол соқты. Оның екеуін 1-16 айналымда Чилиге соқса, Нидерландтықтарға қарсы жартылай финалда командасының жалғыз голын салды. Сөйтіп турнирдің үздік ойыншысы алтын допты жеңіп алу үшін жеткілікті еңбек етті. Бірақ Францияға қарсы финалда түскі астан кейін болған оқиға әлем чемпионаты тарихындағы ең қарама-қайшылыққа толы және жұмбақ оқиғалардың біріне айналды.
Роналдудың денесі құрысып қалған. Командадағы әріптесі Гонсалвештің айтуынша, Роналдудың аузынан көбік ағып, тыныс ала алмай, жаны қиналып бозарып кеткен. Жас чемпионның бөлмедегі көршісі Карлос бар даусымен айқайлап көмекке шақырған. Оның өмірін сақтап қалған адам қорғаушы Сампайо болды. Эдмундо жұлдызды ойыншыны ұстап қалды. Ал Сампайо оның басын ұстап, тілін жұтып қоюына жол бермеді. Оны команда тізімінен алып тастап, соңғы сәтте қайта қосқанда, бүкіл әлем абдырап қалды. Көбі мұны демеушілердің қастандығы деп ойлады. Ол алаңға шықпауы керек еді. Француздар оның өзіне де, командасына да дүрсе қоя берді. 3-0 есебімен жеңіске жетті. Мен ештеңеге қарамастан ойнағым келді. Мен ойынның алдында арнайы емханаға барып, қан талдауларын жасатуға болама деп сұрағанмын. Ойынның нәтижесі болған оқиғаға қандай да бір қатысы бар деп ойламаймын. Мен алаңға жеңу үшін және жақсы ойын көрсету үшін шықтым. Алайда өкінішке орай олай болмады. 2002 жылға оралайық. Сол кезде оның жасы небәрі 25-те. Олар оның мансабының аяқталғанын айтқан болатын. 1999 жылы Интерде тізесінің сіңірін созып алғаннан кейін ойын алаңына шықпады десе де болады. Сәтсіздіктен кейін сәтсіздікке ұшырауы оның Бразилияның бүкіл іріктеу кезеңін өткізіп алғанын білдірді. Дегенмен ол әлем чемпионатына қатысып 8 гол соқты. Оның екеуін финалдық ойында салып, Пеленің салған 12 голымен теңестірді. Және 3-ші мәрте әлемдегі жылдың үздік ойыншысы атағымен 2-ші рет алтын допты қанжығасына байлады. 2006 жылы оның айы оңынан туған күндер артта қалды. Физикалық тұрғыдан өзін ретке келтіру үшін бірнеше шақырымды тізесі дірілдеп жүріп өте алмағандықтан, футболда ауық-ауық қана төбе көрсетіп тұрды. Неміс Гер Мюллердің әлем чемпионатының рекордын жаңарту үшін тағы 3 рет гол соғу жеткілікті болғанмен, оның Бразилия командасының ширек финалға өтуіне жеткіліксіз еді. Сол кездің өзінде басқаларға мәлім болғандай, даңқты күндерінің артта қалғанын өзі білсе де, жақсы көретін ойынын ойнауға тырысып бақты. Бразилиялық жанкүйерлер мен футбол сүйетін қауым қайда барса да оны бұрынғыдай құшақ жая қарсы алатын. Бұқаралық ақпарат құралдарының орайы келгенде, оның дене шынықтыру мен семіздігін тілге тиек етуі Бразилия халқының өз чемпионына деген сүйіспеншілігін ешқашан бұза алмады. Роналдудың 1998 жылғы ойынға физикалық тұрғыдан дайын болмауы ең үздік ойыншының басына түскен алғашқы қиындық емес еді. Венгер Ференц Пушкаш 1954 жылы Швейцарияда өткен әлем чемпионатында өз командасын жеңіске жеткізеді деп күткен болатын. Оңтүстік Кореяның 9-0 есебімен жеңген кезде соққан 2 голынан кейін Пушкаш Батыс Германияға қарсы екінші ойынның 17-ші минутында гол салды. Осыдан кейін Батыс Германияның орталық шабуылшысы Вернер Либрих оны аяғынан тепті. Пушкаш тобығының сынуына келіп соққан бұл әрекетті қасақана жасалған деп есептеді. Сондай-ақ бұл соққыны әлем чемпионатында жеңіске жеткізген соққы деп те айтып жүрді. Пушкаш ширек финалды да, жартылай финалды да өткізіп алды. Батыс Германияға қарсы кездесуде алған жарақаты едәуір кедергі келтірді. Либрих сонда да өз ісінің шеберіне тоқтау сала алмады. Пушкаш бірінші голын соқты. Әйтсе де Бери кереметі деп аталатын ойында батыс немістері жеңіске жетті. Оны әрбір қақпашы біледі. Әңгіме олар туралы емес. Бұл шабуылшылар, қарулы жартылай қорғаушылар туралы. Матчтарды жеңетін гол соғатындар. Бірақ біздің тұрақты сегментімізде қақпашылар жайлы сөз болмақ. Бұл жолы даусыз, олардың ішіндегі ең атақты қақпашы және ең танымал ресейлік футболшы Лев Яшин. Яшин әлем чемпионатында ешқашан жеңіске жетпеген. Бірақ ол 1958 жылдан 1970 жылға дейін оның төртеуінде ойнады.
Ресейдің алпауыт Динамо Мәскеу клубының бетке ұстары. Футболдың ең үлкен сахнасында оған өзінің алғашқы қақпашы стилін әлемге көрсетуге мүмкіндік берді. Тордан кетуден қорықпай, қорғаушыларына орналасуға бұйрық беріп, қарымта шабуылдарды бастады. Ол бүгінгі қақпашыларға жол ашты. Өз дәуіріне сәйкес келетін және икемді болғандықтан, оның 8 қолы бардай болып көрінді. Және ол халықаралық сахнада толығымен қара киім киген кезде қара өрмекші деген лақап атқа ие болды. Тіпті ол жасыл киінген болса да солай атайтын еді. 1956 жылы Мельбурн Олимпиадасында Кеңес одағымен бірге Олимпиаданың алтын медалін жеңіп алғаннан кейін 10 жыл өткен соң, Яшин Кеңес одағының 1966 жылғы әлем чемпионатының жартылай финалында және 1960 жылғы жалғыз Еуропа чемпионатында жетекші болды. Ол 1971 жылы зейнетке шыққанда Мәскеуге куәлік ойынына барған халықаралық ұлылардың тізіміне Пеле, Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер және Франц Бекенбауэр кірді. Яшиннің рефлекстері оны 151 пенальтиге және 270 таза қақпаға жеткізіп, отанына деген адалдығы оны Ленин орденімен қамтамасыз етті. Кеңес азамат үшін бұдан асқан құрмет жоқ. Ал керемет ойыншы одан да үлкен 3 марапатқа ие болды. Біріншісі, оның 1963 жылғы алтын добы. Әлі күнге дейін ойынның ең үлкен жеке құрметі қақпашыға бұйырған кезі қайталанбады. Сондай-ақ FIFA оны 20 ғасырдың қақпашысы деп атады. Ал 1994 жылы FIFA әлем чемпионатындағы үздік қақпашы кубогын Лев Яшин атындағы сыйлық деп атады. Содан бері ол алтын қолғап деп өзгертілді. Бірақ олжаның символикасы мен Лев Яшинмен байланысы бұрынғыша мықты болып қала берді. Үзілісте 1930 жылы Уругвайда өткен әлем чемпионатына ораламыз. Әлем чемпионатында алғаш рет гол соғып, өз атын аңызға айналдырған кім екенін білесіз бе? Былай болған. Сондай-ақ әлем чемпионатын егжей-тегжей қарастыратын болсақ, онда бәрі бар. Саясат, соғыс, ойынды өзгерту тактикасы. Испания 82. Бірінші әлем чемпионатының алғашқы ойыны 1930 жылы 13 шілдеде Франция мен Мексика арасында болды. 19 минутта француз әуесқой шабуылшы Люсьен Лоран өз командасының пайдасына бірінші голды соқты. Франция 4-1 есебімен жеңіске жетті. 1998 жылғы әлем чемпионатында француздардың өз жерінде жеңіске жеткеніне куә болған бірінші командадан көзі тірі жалғыз ойыншы Лоран еді. Мадридтегі Сантьяго Бернабеу стадионында құлшыныспен ойын көруге жиналған 90 мың көрермен Испания 82-нің финалында стильдер қарама-қайшылығы болатынын іштей білді. Еуропаның екі алыбы, бірі Италия, сондай мәнерлі, бірақ дәстүрге сай сақтықпен құрылған команда. Ал батыс Германияның болмысы қатал болғанымен, ойын алаңында өте сезімтал. Саясат драмаға айналды. Өткізу орындар керемет болды, және футбол тенденцияны білдіретін болды. Осылайша тенденцияны анықтайтын ойын енді ешқашан бұрынғыдай болмайды.
Қабылдаушы тарап міндеттеріне дайындалу үшін испандықтарда 16 жыл уақыт болды. 1966 жылы Англияда өткен әлем чемпионаты кезінде FIFA немістерге 74-ге, Аргентинаға 78-ге, Испанияға 82-ге тыйым салуға шешім қабылдады. Кубок 1966 жылы Англияда өткен әлем чемпионаты кезінде Батыс Германиямен сахна сыртындағы мәміле арқылы берілді. Ол кезде FIFA бір соққымен 1974 жылы немістерге, 78 жылы Аргентинаға және 82 жылы Испания матчына тосқауыл қою туралы шешім қабылдаған болатын. Алғаш рет 1982 жылы турнир 16 командадан 24 командаға дейін артты. Алжир, Камерун, Гондурас, Кувейт және Жаңа Зеландия финалдық турнирде бірінші рет 29 күнде 52 ойынды қажет ететін жаңа форматта өнер көрсетті. Бастапқыда басқалардың елге келуін қауіпсіз ету үшін баск халқы мен елдегі халық бір жағадан бір жеңнен қол шығара ала ма деген саяси алаңдаушылық туындады. Алайда турнир басталатын кезде үлкен саяси дауыл Аргентина мен Англия арасындағы Фолкленд соғысын қамтыды. Англия Шотландия мен Солтүстік Ирландиямен бірге турнирге бойкот жариялауға шақ қалды. Пікірталас назарды Тоттенхэм Хотспурдың аргентиналық жартылай қорғаушысы Освальдо Ардилиске аударды. Освальдо Ардилис 1982 жылғы әлем чемпионатының Аргентина құрамасының жартылай қорғаушысы. Аргентина футболының оқу-жаттығу лагерінің кіреберісін қарулы полиция күзетті. Өйткені команда әлем чемпионатының тактикасын дайындап жатты. Дегенмен алаңда не болып жатқанын көруге болатын бірақ орын бар еді. Сондықтан ол жер әрқашан жас жанкүйерлер мен баспасөз фотографтарына толы болды. Англиядан оралғаннан бері Освальдо Ардилис 40 адамдық құраммен күнделікті жаттықты. Ол әрине әлем чемпионатында ойнайтынына сенімді және жарыстың соңғы кезеңдерінде Англиямен кездесуі мүмкін. Мен олай ойламаймын. Мен Англия ойнайды деп ойлаймын. Олар ойнау керек деп ойлайсыз ба? Менің ойымша олар ойнау керек, бірақ олар ойнайды деп ойлаймын. Саясат туралы көп нәрсе бар. Менің ойымша саясат спорттан бөлек болу керек. Финалдық ойындардың бірінде Аргентина Англиямен кездессе, қиындықтар болуы мүмкін деп ойлайсыз ба? Жоқ, олай ойламаймын. Мұнда тек футбол ойыны ғана болады, және қай команда мықты шықса, сол жеңеді. Бар болғаны сол. Соңында екі командада екінші ойында шығып қалып, Англия мен Аргентина 1986 жылға дейін кездеспеді. Бір қызығы, Италия бірде-бір ойында жеңіске жетпесе де бірінші кезеңнен өтті. Ал Камерун керісінше бірінші кездесуінде бірде-бір ойында жеңілмегеніне қарамастан іріктеуден өте алмады. Адзури 3 тең ойынмен жалпы голдар саны бойынша Польшадан кейінгі екінші орынды иеленді. Италияның ойыны қорғанысқа құрылған және оның 1982 жылғы жұлдыздары қақпашы капитан Дино Зов пен талғампаз тактикасы тамаша Гаэтано Ширия болды. Бәлкім, бұл бұрын соңды көкжейде келген жалғыз сыпырушы шығар. Ширияның джентльмендер сапында зұлымның рөлін ойнауы 1982 жылы FIFA-ның жұлдызды командасын құраған қатаң қорғаушы Клаудио Джентиль мен Фулвио Каллаватиге бұйырды. Адзуридің жеңіссіз топтық кезеңі бұқаралық ақпарат құралдарында сынға ұшырады. Қысымның көп бөлігі Татанера деп аталатын бәстігу дауына байланысты 2 жылдық тыйымнан оралған даулы шабуылшы Паоло Россиге қатысты. Росси топтық кезеңде гол соға алмады. Сондықтан италиялық бұқаралық ақпарат құралдары оны алаңды мақсатсыз кезіп жүрген Паоло Россидің елесі деп жариялады. Екінші кезеңнің бірінші ойынында Клаудио Джентиле аргентиналық жас шабуылшы Диего Марадона ойыннан шығарып жібергенде, ол тағы да гол соға алмады. Бірақ екінші ойында ол 3 гол салып, Италияны тарихи жеңіске жеткізді. Бірінші голды 5 минуттан кейін соқса, Бразилия ойынды теңестіргенде қайтадан гол салды. Олар қайтадан теңестіргенде 3-ші рет гол соқты. Пеле бразилиялықтарға әлем чемпионатының 3 жүлдесін апарған жылдары олар алаңсыз футбол ойнауға мүмкіндік алды. Бірақ Росси олардың қорғанысын кесіп өткенде, олар байсалды болып, жауапкершілікті мойындарын алып, абайлап әрекет ету керек екенін түсінді.
Сондықтан олардың 1982 жылға ұлы жартылай қорғаушысы Зика осы ойынды футболдың өлімі деп атады. Италия жартылай финалда ескі қарсыласы Польшаға қарсы шықты. Олар топтық кезеңде 0-0 есебімен тең түскен, бірақ Россидің жігерінің оянуымен Барселонада жартылай финалда бәсекелес болмады. Ол 2 голды да салды. Ал италиялық жанкүйерлер Мадридке 4-ші әлем чемпионатының финалына баратынын біліп, естерінен танды. Олардың қарсыласы Батыс Германия жартылай финалда Францияны жеңді. Бұл әлем чемпионатының тарихындағы ең үлкен ойындардың бірі ретінде сипатталған. Қосымша уақытта 4 гол соғылды және барлығы 3 голмен бекітілді. Бұл әлем чемпионатының пенальтимен шешілген бірінші ойыны. Тіпті жеңіліске ұшыраған француз капитаны Мишель Платини оны ең әсем ойын деп атады. Осылайша Батыс Германия Италияға қарсы ойнайтын болды. Росси италиялықтар үшін ыстық болғанымен, немістер капитан Карл Хайнц Румменигеге үміт артты. Оның 5 голы алтын бәтеңкемен Россиге теңесті. Бірақ бірінші тайм есепсіз аяқталғаннан кейін, Росси 57-ші минутта есепті тығырықтан шығарды. 12 минуттан кейін, Испана 82-нің тағы бір шешуші сәті Марко Тарделидің голымен келді. Жартылай қорғаушы жұдырығын түйіп көзіне жас алып, қуанып айғайлаған италиялыққа қарай жүгірді. Ол Тардели айқайы ретінде танылды. Ол, мен ішімдегі осы айқаймен тудым деді. Үшінші италиялық голды 81-ші минутта Алессандро Альтабелли соқты. Пол Брайтнер қарымта қайтарды, бірақ Италия 3-ші әлем чемпионатын жеңіп алды. 40 жасында капитан әрі қақпашы Дина Зов әлем чемпионатының жүлдесін иеленген ең қарт ойыншы болды. Сонымен қатар ол үздік қақпашы ретінде алтын қолғапты жеңіп алды. Росси үздік шабуылшы атанып қана қоймай, үздік ойыншы ретінде алтын бәтеңке жүлдесін алды. Италия үшін сәтсіз басталған турнирде ақыры команда жеңіске жетті. Қонақтарды жақсы қарсы алу үшін Испания өзінің ішкі тұрақсыздығын жеңді. Ойын жаңа деңгейге көтерілді. 82-де Испанияның барлығында кубок болды. Бәрі әлі алда. Испанияның құзырында. Висенте дель Боске. Ең мықты ойыншыларға да бағыт қажет. Ал футболдың ең үлкен сахнасында бапкердің маңызы арта түседі. Табыс оның ойыншыларына тиесілі болып көрінгенмен, Испанияның 2010 жылғы әлем чемпионатында жеңіске жеткен жаттықтырушы Висенте дель Боске адамдарды шебер басқарды. Реал Мадридте 16 маусым бойы қатал қорғаныстағы жартылай қорғаушы болған ол, мейірімді ағайға көбірек ұқсады. Бәсекелестікте делдал болып, өз командасындағы Барселона мен Реал Мадридтің мега жұлдыздарының маңғазданып кетпеуін қадағалады. Оның Икер Касильяс және Серхио Рамос сияқты Реал Мадрид жұлдыздарымен байланысына қарамастан, ол Барсаның Жерар Пике, Хави және Андрес Иньестадан жақсы нәтиже алды. Сондай-ақ Дель Боске тактиканың мықтылығын және кереметтігін көрсетті. Дель Боскенің шеберлігінің бір бөлігі Испанияның тики-така стилін жетілдіру болды. Оның алдындағы Луис Арагонес испандық ортада тики-таканың негізін қалағанымен, Дель Боске оны жетілдірген адам ретінде тарихта қалады. Оған әу бастан-ақ ауқымды істерді атқару бұйырыпты. Ол әлем чемпионатының іріктеу кезеңін мінсіз өткізіп, алғашқы ойындарда 10 рет жеңіске жеткен ұлттық құраманың бірінші бапкері болды. Висенте дель Боске 8 жыл ішінде 114 ойында Испанияны жаттықтырушы ретінде басқарды, 87 жеңіске жетті. Оның ішінде Еуро 2012 бар. Бұл Испанияның 2010 жылғы әлем чемпионатындағы алғашқы жеңісінің нәтижесі болды. Испания королі Хуан Карлос оның өнерін жоғары бағалағаны сонша, Дель Боскені бірінші маркиз ретінде заңдастырды. Ла Роха әлемдік футболдың шыңына бекітілгендей болды.
Осыдан кейін негізгі ойыншылардың үлкен ауысымы басталды. Әлемді таңғалдырған тики-така әдісі Еуро жеңімпаз атағын қорғағаннан кейін бір жылдан соң жойылды және Испания 2014 жылғы әлем чемпионатының топтық кезеңінде және Еуро 2016-да 1/8 айналымда жарыстан шықты. Дель Боскеде зейнетке шыққанын жариялады. Құрмет көрсету ұзақ уақытқа созылды және мол сыйлықтар берілді. Оның мұрасы сол күйі сақталды. Ғасырдың басында Реал Мадридке жетекшілік еткен ол Чемпиондар лигасын, Еуропа чемпионатын және әлем кубогын жеңіп алған тарихтағы алғашқы бапкер ретінде биіктен көрінді. Бұл алғашқы маркиз Дель Боскенің футболдың ең үлкен сахнасында шебер режиссер атағын иеленуін қамтамасыз етті. Бір 1998 жылы 13 жасында футболға келген апарық бала Бастиан Швайнштайгер 17 жасында Баварияның құрамына қабылданды. 18 жасында дебют жасамас бұрын өз қатарынан оза шапқан бавариялық жігіт алғашқы маусымында Бундеслига чемпион атағын жеңіп алды. Бірақ бұл Швайнштайгердің болашақта қол жеткізетін табыстарының аз ғана бөлігі еді. Швайнштайгер 2015 жылы клубтан кеткен кезде 500 ұпаймен ең көп өнер көрсеткен 8-ші рекордшы болды. Бірақ топ ондықтағы Мехмет Шоль мен Оливер Канда Швайнштайгер сияқты Бундеслиганың 8 титулын ғана алған. Швайнштайгер ойынды сол жақ қорғаушы ретінде бастады. Содан кейін сол жақ жартылай қорғаушы болды. Оның қойылымының бәрі дәл пас берумен және жоғары жылдамдықпен есте қалатын. 2009 жылы Баварияны Луи Ван Гал қолға алған кезде Швайнштайгерді жартылай қорғаушы ретінде ойынға қосты. Дәл сол кезде ол өзінің ең керемет өнерін көрсетті. Бұл Швайнштайгерді әлемдік футболдағы ең жойқын жартылай қорғаушылардың біріне айналдырған өзгеріс еді. Өзі стратег, бақылаушы, скраппер. 2014 жылы Германияға әлем кубогының титулын әперіп, футболдың үлкен матчында керемет өнер көрсетті. Оның қоржынында неміс футбол одағының 7, Чемпиондар лигасының 2, неміс суперкубогының 2, УЕФА Чемпиондар лигасының 1, УЕФА суперкубогы мен ФИФАның әлем кубогының жүлдесі бар. Швайнштайгер осының бәрін Баварияның сапында жүріп алды. Алайда жасы 30-ға жақындап қалғанда бас бапкер Пеп Гвардиоланың қол астында өз рөлі әлсіреп қалғанын байқаған Швайнштайгерге жаңа сынақ керек еді. Манчестер Юнайтедке қосылғаннан кейін Швайнштайгер бас бапкер Луи Ван Галдың қарауын өтті. Бірақ ол Ван Галға емес, Қызыл Сайтанға келгені анық болды. Осында болған маризамын. Бәріміз бір-бірімізді білеміз. Бірақ мен мұнда Манчестер Юнайтед үшін келдім. Себебі Манчестер Юнайтед үлкен клуб. Мен осы керемет стадионда ойнауды асыға күтіп жүрмін. Швайнштайгер бавариялық жігіт болуы мүмкін, бірақ әрқашан Юнайтедке бүйрегі бұрып тұратын. Бала кезінен ол ағылшын клубының жанкүйері еді. Олардың матчтарын ағасы Тобиаспен бірге тамашалайтын. Сол себепті де Швайнштайгердің басқа клубқа баратын жөні жоқ. Мен ол Манчестер Юнайтедке ауысса екен деп армандайтын. Оны басқа жейдемен көретінімді елестете алмадым. Он 17 жыл ішінде Швайнштайгер Баварияға барын салды. Клуб басшылары өздерінің аңыз ойыншысы үшін есіктерінің әрқашан ашық болатынын көрсетті.